Мен егер осы пифоттық бардан кетсем, 25-ші этаждан секіріп өлем. Ең қиын сәттерде жаныңызда қалған кімдер деген сұрақ келіп жатыр. Соған шынайы түрде өз тәжірибеммен жауап беріп кетейін. Өздеріңіз білесіздер, иә, мен осы пифоттық бар компанияны құрғанға дейін, оның алдында бампер бол жобасы болды, спиннер жобасы болды. Ол сіздер білетін жобалар. Сонымен қатар автомойкам болды, квартиранттар болды мысалы. Соның барлығында менің командаларым болды. Сол командада болған адамдардың барлығы біз сізбен тәке аяғына дейміз. Осы пифоттық барды құрғанда мен егер осы пифоттық бардан кетсем, 25-ші этаждан секіріп өлем деп эмоцияға дейін берілген адамдар болған. Бірақ қарасаңыздар, қазір барлығы жоқ. Мен оған ренжімеймін де, өйткені ол өмірдің, жалпы бизнестің заңдылығы сияқты. Алғаштарында ренжитінмін, ойлайтынмын, қарашы, мына адамды мен қалай көтердім, қалай осы дәрежеге дейін жеткіздірдім. Бірақ соның барлығы қарап отырсам жанымда жоқ. Ал менің жанымда қалғандар ол бала кезден бірге өскен достарым, класстастарым 81, сонымен қатар жан-жарым, бала-шағам, ең бастысы ата-анам, бауыр қарындасым, сонымен қатар достарым. Кейбір кездерде мен өзімді банкомат сияқты да көретінмін. Просто жанымдағы адамдардың барлығы ақша үшін жүргендей болып та көрінетін. Бұл бизнес және де өмір, сондықтан да өте көп осындай тәжірибе бар. Содан кейін мынандай да бір сәттер бар. Адамның деңгейі өскен кезде, оның жанындағы командасы өспей қалатын болса, және де олар зона комфортаға кіріп кететін болса, бір қалыпты, ол сол кездерде де ол адамдар қалып қалады екенде, сен оны кінәлап та қажет жоқ. Сіз өйткені өсіп бара жатырсыз, ол өз деңгейлерін өсірмейді. Сол себепті олар сол өз жаңағы деңгейлерінде қалып қалады. Әрбір адам осы менің жанымда жүрген, менің осындай тұлға болуыма және компанияның өсуіне атсалысып кеткен адамдар. Келе жатқан жаңа жыл табысты берекелі болсын. Алға қойған арман мақсаттарыңыз орындала берсін.